Менструалды календар не үшін қажет? Аборт, босанудан кейін етеккір қашан қалыпқа келеді? Міне осы сұрақтарды бүгінгі видеода талдайтын боламыз. Сол себепті видеоның соңына дейін қараңыздар. Сәлем сұлу ханымдарым, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Гинекологиялық аурулар, жүктілікке байланысты пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер. Сонда сіздер шыққан видеоны ең бірінші болып көретін боласыздар. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, ал комментарий бөліміне өздеріңізді қызықтыратын сұрақтарды қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Әйел адамның денсаулығының ең басты көрсеткіштерінің бірі бұл қалыпты менструалды цикл. Егер де сіздің етеккіріңіз дұрыс келмейтін болса, онда сіздің денсаулығыңызда қандай да бір кінәрат бар деген сөз. Қалыпты етеккір циклінің қандай болатындығы туралы мен өткен видеомда айтқан болатынмын. Егер көрмеген болсаңыз, мен жоғарыға сілтеме қалдырып кетем, сол сілтеме бойынша кіріп қарап шығыңыз. Енді менструалды календарды не үшін жүргізу керек, осы сұраққа келейік. Көптеген қыз келіншектер үй, бала-шаға деп жұмыс істеп жүріп, етеккірінің қашан келіп кеткенін есінде сақтай алмай жатады. Міне осындай уақытта бізге менструалды календар ең бірінші болып көмекке келеді. Егер сіз менструалды календарыңызды толық уақытында дұрыс толтырып жүретін болсаңыз, қандай да бір етеккір бұзылыстары болатын болса, соны уақытында анықтап емдеуге мүмкіндік аламыз. Екіншіден, бұл менструалды календарды жүргізу өте тиімді контрацепциялық әдіс болып табылады. Егер сіз менструалды календар арқылы овуляция күндерін санап, осы овуляция күндері жыныстық қатынастан тыйылып, немесе осы күндері мүшеқап қолданатын болсаңыз, жүктіліктен 80-90% жағдайда қорғануға мүмкіндік бар. Үшіншіден, көп әйелдер дәрігерге келген кезінде өзінің шағымдарын, етеккірінің қашан келіп кеткенін, немесе ауырсыну қай күні болғанын, менструалды цикл арасында қай күндері қан кету болғандарын, осындай ақпараттарды ұмытып қалып жатады. Егер сіз бәрін түртіп жазып жүретін болсаңыз, приемға келген кезіңізде телефоныңызды ашып көрсетсеңіз, бұл дәрігерге дұрыс диагноз қою үшін өте көп көмегін тигізеді. Енді менструалды календарды қалай жүргіземіз? Осы сұраққа келейік. Өзіңіздің телефоныңызға менструалды календар немесе женский календар деген сияқты приложениені тартып алсаңыз болады. Ал егер iPhone болса, iPhone-да здоровье деген бағдарлама бар. Міне сол бағдарламаның ішіне толықтай етеккір циклы туралы ақпараттарды жазып жүруге болады. Здоровье бағдарламасының ішіне кіріп, просмотр дегенді бассаңыз, төменгі жағында календар шығады. Сол календардың күніне ең алғашқы етеккірдің келген күнін және біткен күнін жазып отырасыз. Және осылай ай сайын белгілеп отырасыз. Одан кейін етеккірдің характері қандай? Өте аз мөлшерде келді ме, немесе орташа, болмаса көлемі өте көп құйылып келді ме? Міне осы белгіні белгілеп қоясыз. Маңызды түртіп қоятын нәрсе бұл қандай симптомдар болды. Етеккірге дейін, немесе етеккір кезіңізде беліңіз ауырды ма, көкірегіңізде ауырсыну болды ма, ішіңіз немесе басыңыз ауырып, құсу деген сияқты қандай симптомдар болса, осы симптомдардың бәріне галочка қойып қоясыз. Егер сіз овуляцияны есептеп, жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, овуляцияны есептейтін полоскалардың нәтижесінде осы жерге түртіп қоюға болады. Және де қынаптан бөлінетін бөліністердің характері қандай? Осыны да белгілеуге болады. Және жыныстық қатынас болған күндерді контрацепция әдісі пайдаланылды ма, пайдаланса қандай әдістері болды? Осыны да жазып қойып, түртіп қоясыз. Және ең маңызды характер, егер сіздің етеккір циклыңыздың арасында қан кететін болса, осы кровянистый выделениені тоже осы бағдарламаға белгілеп қою керек. Сосын дәрігерге келген кезде осы календарыңызды ашып көрсетсеңіз, әрбір симптом қай уақытта, қашан болғанын нақты қарап, дәрігер не үшін болып жатқан себебін анықтап береді. Келесі сұрағымыз бұл аборттан кейін етеккір қашан келеді? Жалпы медициналық аборт әйел ағзасы үшін өте үлкен стресс болып табылады. Медициналық аборт екі түрлі жағдайда жасалынады. Біріншісі ол әйел адам босануды қаламаған жағдайда. Оны жүктіліктің 12 аптасына шейін жасауға болады. Ал екіншісі бұл медициналық көрсеткіш бойынша, яғни әйел адамның белгілі бір ауруына байланысты бұл жүктілік оған қарсы көрсетілім болған жағдайда. Оны жүктіліктің 22 аптасына дейін жасалынады. Бұндай жағдайдың орын алуына екі түрлі себеп бар. Біріншісі жүктілік жоспарланбаған жағдайда, ал екіншісі әйел адамның контрацепция әдісін қолданбауы немесе білмеуі. Медициналық аборттан кейін етеккір негізінен 21-35 күн аралығында келеді. Орта есеппен бір айдан кейін 30 күннен кейін келуі мүмкін. Егер де 35 күннен артық сіздің етеккіріңіз аборттан кейін келмейтін болса, онда бұның себебін гинеколог дәрігермен бірге анықтау керек.
Оның себебі гормоналды бұзылыстардан болуы мүмкін, немесе келесі жүктілік болған болуы мүмкін. Ол үшін тест на беременность жасап көреміз, немесе ХГЧ гормонына қан тапсырамыз, және де қосымша ультрадыбысты зерттеуден өтеміз. Келесі сұрағымыз, бұл босанғаннан кейін етеккір қай уақытта келеді? Бұл негізінен сіздің баланы омыраумен емізесіз бе, емізбейсіз бе, осыған тікелей байланысты. Егер сіз баланы емізбейтін болсаңыз, онда шамамен 6-8 аптадан кейін етеккір келеді. Егер баланы емізетін болсаңыз, етеккір сізге 40 күннен кейін келуі мүмкін, немесе 6 ай, тіпті 1 жылдан кейін де келуі мүмкін. Бұның бәрі қалыпты жағдай. Егер сіздің етеккіріңіз бала емізіп жүрген кезде келетін болса, ол әртүрлі задержкалар болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, бұдан қорқудың қажеті жоқ. Себебі гипофиз пролактин гормонын, яғни сүт көп бөліну үшін көп мөлшерде бөле бастайды. Бұл өз кезегінде менструалды циклды басып отырады. Бірақ бұл сізде овуляция болмайды деген сөз емес. Сол себепті, егер сіз бала емізіп жүретін болсаңыз, 4 айдан кейін қосымша контрацепция әдісіне гинеколог дәрігерге барып, таңдап сол әдісті қолдану керексіз. Егер сіздің етеккіріңіз келмей жатып баланы омыраудан шығаратын болсаңыз, онда етеккірді сіз шамамен 1-3 айдың арасында күтесіз. Егер бұл уақытта келмейтін болса, тағы да өзіңіздің гинекологыңызға барып, бұның негізгі себебін анықтау қажет болады. Мінекей сұлу ханымдарым, менің бүгінгі видеомнан кейін әрбір қыз келіншек өзінің менструалды циклын міндетті түрде календарға жазып жүреді деген сенімдемін. Егер видео сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер, және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі видеоға дейін қоштасамын.